келіңіздер ағайын. Бәрекелді ағайын. Ал ендеше жаңа ғана әдемі қалың қазақ даласын залға сыйғызып, дауысын көкке сүйгізген, келіннің бетін ашқан серік ұлдарыңызға риза шығарсыздар. Айымыз қанып тұрып, құлағымыздың құрышы қанып тұрып тыңдадық. Бір қошемет сыйлап қойған ағайын. Және құрмет қошеметпен ортаға шақырып, қазақ жылқы сыйласа жүген сыйламайды. Сол сияқты мынау біреуден бата сұраса сөздің құны парқа түсіп қалмасын, арзандамасын деп ат мінгізген шапан жапқан екен. Сөздің қадірін киесін түсінген. Сол сияқты өнердің домбыраның киесін қадірін түсініп, сол домбыраға бір 5-10 тиын қыстыруға рұқсат етіңіздер. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен. Сен қайда? Ал жақсы. Сен қой. Жақсы, сенен бері жөрейін ба? Бәрекелді. Енді сен аманатқа қиянат жасамай шығасың енді Досымбек. Ал енді рұқсат болса, құрметті қонақтар, мына аса өнердегі бір қазанда қайнап жүрген Нұрболат бауырымыз ойнап, ақылдасып, кеңесіп, осы беташардан түскен көрімдікті осы үйге осы шаңыраққа сыйлайық деп отырмыз. Соны енді осы шаңыраққа сыйлағанда да енді бұл шаңырақта қазақ ұстап отырған бүгіннен бастап екі адам болса да, екі адам десек болады, бірі Ләйлә анамыз болса, бірі Мәлика келін. Өз дәстүр бойынша келін алушы ма еді, не салушы ма еді негізі? Келін алады деп айтып жатыр мына жақта. Ай, сіздер тізгінді келінге беріп қойған екенсіздер ме деп қойып. Әрине әзілдеп айтып жатырмыз. Жоғын бар қылып, барын бай қылып, бүкіл жыртығын жамап, бүкіл осылардың үлкен отбасы болғанша, мына алған ақшаны 100 есе артық пайызбен қайтаратын осы Сапарғали банк пен Ләйлә банкқа сыйлауға рұқсат етіңіздер ме? Сіздер еселеп қайтарасыздар. Осы балаларға бұйырса еселеп. Ал енді құрметті қонақтар, мен ортаға басты кейіпкерімізді, ұлымызды Нұрболат шақырғым келіп отыр. Нұреке, келінге қарап тұра қалшы. Ал енді келінжан, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсеттің, жаңа босағанмен таныстың, сәлем салдың. Енді өзіңіз ұнатып, өзіңіз етегінен ұстаған, болашақ ұрпағымның әкесі болуға лайық деп таңдаған шаңырақ иесі ер азамат Нұрболатқа сәлем сал деп айтпай, алтын басыңды кішірейтіп, соңынан еріп келе жатқан өз сіңлеріңмен қайын сіңлеріңе берер үлгін болсын. Шаңырақ иесі ер азамат отағасына бір құрмет көрсетіп қойшы айналайын. Бір қошемет сыйлап қойып. Бәрекелді Нұрболат, көрдің бе? Дүйім жұрттың алдында келіннің басы иіп бердім. Мойныңа шығарбасаң өзіңнен көр деп қойып. Бір қошемет сыйлап қойып Нұрболатқа, келіннің қасына бара қойып. Құрметті ағайын, баталы ауыл арымас дейді. Кез келген тойда, қандай той болса да, ашы тұштан не біледі? Тәді, бір нәрсе айтарыңыз бар ма? Беташарға балаға. Бердік қой. Бердік апа. Ой бәрекелді. Ойбай, сіздер өзі қолдарыңызға ақша тұрмайды екен өзі. Қолдарыңызға ақша тұрса да шығып кете береді. Бір қошемет сыйлап қой. Рахмет, ол риза. Сіздердің қошеметі, құрметті, жаңа арман жасадым. Ал енді құрметті қонақтар, кез келген тойда ашы тұщыдан татпай тұрып, ауыздың дуасымен киесі кетпей тұрып, батадан бастамағанда неден бастаймыз? Кез келген істі бісмілләсіз бастамағанбыз. Ендеше ақ батасын берсін деп, бас ұстаған, сөз ұстаған, аузы дұғалы, жолы үлкен туысы, көжей жездені құрметпен ортаға шақырып, екі балапанға бата сұрайық. Көжей жезде. Ал микрофонды мен ұстайын, көжей жезде, екі балапанға батасын берсін, батадан бастайын. Илайымын. Омайын десең маған Құдай берсін саған. Бісміллә, Құдай жарылқасын, кейін киғыл берсін, кетпесірсін берсін, мал берсін, бас берсін, құмыр жасасын. Екі балаларыңыз бақытты болсын, құмыр жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Өмірді күбірлі болсын, елдің елеулісі болсын, халқының қалаусы болсын. Босағасы берік болсын, кейін киғыл кетпесірсін болсын. Осы тойға жиылған қауым барлықтарыңыздың ендеріңіз сау алған сен болыңдар. Құдаларыңыз құтты болсын, мың жылдық сар сүйе құда болуға Алла нәсіп етсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Қашан достыққа жастығымен кездесуге Алла нәсіп етсін. Құдайым жарылқасын. Әумин, Аллаху акбар. Көжей жезде жақсы жарым ырыс дейді. Біздің де сізге балалы тілегіміз бар ата. Ашық болсын күніңіз, шаттаныңыз күліңіз. Сізге тілейтін тілегім өлгенше өмір сүріңіз. Әумин деп қойып ағайын. Ұзақ жасасын.